Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы киім стилі және әдеби тіл нормалары бойынша дыбыс үндестігі. Балалар, стиль сөзі сіздерге бұрыннан таныс болмағандықтан сөздік кола әдісі арқылы осы сөздің мағынасын ашып көріңіздер. Бірінші, стиль сөзі берілген. Екінші бағанға стиль сөзін сіздер қалай түсінесіздер, сол туралы жазасыздар. Үшінші бағанға стиль сөзінің сөздіктегі түсінігін анықтайсыздар, немесе ғаламтор арқылы табуға болады. Төртінші бағанға стиль сөзінің синонимін анықтайсыздар. Бесінші бағанға стиль сөзін қатыстырып сөйлем құрастырасыздар. Оқылым мәтінімен танысайық. Стиль сөзі латын тілінен аударғанда мәнер, сипат, ерекшелік деген мағынаны білдіреді. Киімде бірнеше стиль түрлері қалыптасқан. Классикалық стильге ұстамды, ресми киім үлгілері жатады. Аксессуарлары стильді толықтыру үшін керек заттар: сағат, әшекейлер, сөмкелер, портмоне, тағы басқа. Алабажақ болмауы керек, түстері біркелкі болып келеді. Кеңсе қызметіне, жиналыстарға, іскерлік кездесулерге классикалық стильде киінген дұрыс. Суретте классикалық стильде киінген оқушылардың бейнесі. Романтикалық стильдегі киім үлгілері ерекше әшекейді қажет етеді. Нәзік, өте әдемі, түстері әр алуан, аксессуарлары мол болады. Спорттық стильдегі киімдер күнделікті өмірде саяхатқа шыққанда киетін, жеңіл, жүріп тұруға ыңғайлы киімдер. Фольклорлық, этникалық стильдегі киімдер ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдер. Бұл киімдер сәнді, қолөнер заттарымен безендіріліп, ұлттық нақышта орындалады. Енді мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтінде айтылған стиль түрлерінің қайсысын ұнатасың? Сәнді аксессуарларға нелер жатады? Спорттық стиль сізге ұнайды ма? Осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Әдеби тіл нормалары бойынша дыбыс үндестігі. Сөз ішіндегі немесе сөз аралығындағы көрші дыбыстардың бір-біріне ықпал етуі дыбыс үндестігі деп аталады. Дыбыс үндестігі ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал деп бөлінеді. Оның ішінде ілгерінді ықпал дегеніміз түбір мен қосымшаның немесе сөз аралығындағы көрші дыбыстардың алдыңғысының кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Оқушылар, берілген мысалдарды дәптерге көшіріп жазыңыздар. Достар деген сөзді алып қарайық. Дос деген сөздің соңы қатаң дыбысқа аяқталған, яғни жалғанатын қосымша қатаң дыбыстан басталады. Қаздар. Бұл сөзде сөздің соңы ұяң дыбысқа аяқталып тұр, жалғанатын қосымша ұяң дыбыстан басталады. Клубта сөз соңындағы б дыбысы қатаң болып естілгендіктен қатаң дыбыстан басталатын қосымша жалғанады. Бозқұнан болып жазылады, бозғұнан болып айтылады. Сөз аралығындағы з дыбысы ұяң болғандықтан өзінен кейінгі тұрған қ дыбысын, қатаң дыбысын ғ ұяң дыбысына айналдырады. Бірінші тапсырма. Суреттегі жас жеткіншектер қандай стильде киінген? Әңгіме құрастырасыздар. Әңгіме құрастыру барысында ілгерінді ықпал байқалатын сөздер кездесті ме? Екінші тапсырма. Тақырып бойынша шағын эссе жазып, ілгерінді ықпал байқалатын сөздердің астын сызасыздар. Маған ұнайтын киім стилі деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта мен не үйрендім? Сабақ бойынша нені түсінбедім? Келесі сабақта қандай мәселеге көңіл аудару керек екендігін ауызша жеткізулеріңіз сұралады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.